Атыраудың жауһарлы жәдігерлерін көпшілікке насихаттап жүрген облыстық тарихи-өлкетану музейінің экскурсоводы Ғалия Назарбек қызының әдеттегі күні осылай басталады. Музей залдарының экскурсиялық мәтіндерін дайындауда дауыс дикциясы, өзін-өзі ұстау мәдениеті, ақпаратты беру техникасы және өзіндік методикасы бар маман бұл салаға әбден төселген. Ғалия Назарбекова 1992 жылы 14 қыркүйекте Мұнайлы өлке, Атырау қаласында дүниеге келген. 2014 жылы Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетін туризм мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын сол жылы музейде археология ғылыми зерттеу бөлімінің маманы болып бастады. 2015 жылдан